Bilmesingler ballar. Biz osының алдында қандай сабақ өттік? Мұхтар Шахановтың нарқым залалы поэмасының болатынбыз, өте жақсы поэма. Енді осы поэма бойынша үйгерлерде нарқым залалын оқып келу берген болатын. Олай болса, сендердің білімдерін тексеру мақсатында QR код арқылы, алдарында QR код тұр. QR код арқылы мен сендерге тест тапсырмасын алып келдім. Соны тексеріп көрейік. Кәне балалар, дайын тұрамыз. Бірінші, ақындықтың басты шарты не? Ал, кәне жауап береміз. Жақсы, сәуле. Ақмаржан. Жақсы. Ернұр, Болат. Жақсы, Жігер. Жігер жақсы оқытыр. Жақсы балалар, олай болса, біз тексеріп алайық. Тексеріп алайық. Ақындықтың басты шарты не екен балалар? Шындықты айту. Өте жақсы. Шындықты айту екені, нағыз шындықты айту бұл ақындықтың шарты екен. Келесі екінші сұрағымыз балалар. Нарқым залалы кім туралы жазған? Кәне, жылдамдатамыз. Ислам қосылды. Маржан. Кеттік. Болат. Ернұр. Нұрмаш. Жақсы. Жақсы. Олай болса, балалар, нарқым залалы кім туралы жазған шығарма екен? Махамбет Өтемісұлы. Ақын, батыр Махамбет Өтемісұлы туралы жазған шығарма екен. Үшінші, поэма қалай басталады, балалар? Поэма қалай басталады екен? Кәне, көтереміз. Ислам жауап берді, дұрыс. Айдана, Сәуле дұрыс жауап берді. Маржан, Бексұлтан, кеттік. Ернұр, Болат дұрыс жауап бердіңдер. Жақсы, кім дұрыс тапса, Жанарим, Жігер. Жақсы. Сонымен, үшінші сұрақ бойынша поэма қалай басталады екен? Кімнің монологынан басталып тұр? Өте жақсы, тамаша. Келесі. Махамбеттің арманы қандай еді? Махамбеттің арманы қандай еді? Осы шығармадағы Махамбеттің арманы. Жақсы. Ернұр, Жігер, тамаша. Жақсы, Махамбеттің арманы қандай еді балалар? Жақсы, халыққа бостандық сыйлау еді арманы. Жақсы, келесі ең соңғы бесінші тест аламыз. Зауал сөзінің мағынасы. Зауал деген қандай мағынасы? Сәуле дұрыс жауап беріп тұр, Айдана дұрыс жауап беріп тұр, Білімжан дұрыс. Кім? Маржан дұрыс, Ақмаржан кетті. Ернұр, Болат дұрыс жауап беріпті. Нұрмашқа дұрыстан жүрші. Нұрмаш, Нұридин. Бәрі. Жақсы. Сонымен үшінші. Зауал сөзінің мағынасы қандай екен балалар? Қайғы деген екен. Өте жақсы. Мына жерде байқап отырған балалар барлық сұраққа дұрыс жауап бергені. Сәуле, Нұридин, Жігер, Ернұр, Білімжан, Болат, Ақмаржан, Айдана. Жанайым, Ислам, Нұрай, Амина. Кішкене ғана не істеді? Шатасып отыр. Жақсы. Әлде мұна QR кодтарын дұрыс оқылмай қалды ма? Білмеймін. Жақсы балалар. Олай болатын болса, біз QR кодтарын зорына қойып қояйық. Міне, кішкене болса да біз үйге берген тапсырманы не істедік? Өз ойымызша тексеріп алып өз білімізді. Келесі сабақ балалар. Бүгінгі жаңа өтетін сабағымыз. Осы нарқым залалының екінші бөлімі әке үкімі деп аталады. Екінші сабақ. Бүгінгі сабағымыз оқу мақсатымен таныстырып өтейін. Әдеби жанр түрлерінің даму барысына, жаңашылдығына, заманауи тұрғыдан баға беру. Екінші мақсатымыз шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру. Жақсы балалар, олай болса, біз осы
жаңа сабақ бойынша қазір жылдан әке үкімін оқи отырып, көз жүгіртіп оқи отырып, мен сендерге кросс-сенс әдіс арқылы төменде берілген суреттерді бір-бірімен байланыстыра отырып, шығарма мазмұнын баяндау. Бұл топпен жұмыс. Міне, сіздерге екі топқа екі сурет берілген, осыны жылдан плакат жасайсыздар. Рет-ретімен шығарма қалай басталады, қалай аяқталады екен. Бірінші кітапты оқып алдым. Бәрі оқып шықтыңдар ма негізі? Осы мен. Оқи отырып, шығарманы оқи отырып, кросс-сенс әдісі арқылы плакат жасау осы нені суреттерден. Балалар осы әдістің дискрипторымен, сабақтың дискрипторымен таныстырып өтсек, шығарма мазмұнын біледі, оқиға реттілігін сақтаулары керек балалар, және шығарманың мазмұнын түсінікті ретінде баяндап берілуі тиіс. Bir adam almışlar, bir adam şöyle Öte жақсы, тамаша, келеміз орда қорғаймыз. Екінші топ, мына бірінші топ, бала тобы, әке тобы, мына бала тобының тапсырмасына балалар. Қарап отырыңдар, дұрыс жасалып бар. Яғни, бірінші суретте көрсетілгендей, баласы 2 ай бойы жол шегіп, әкесінің алдына сұр ішікті тастаған екеуінің әңгімелескендері көрсетілді. Ал екінші суретте бұл Махамбеттің батырлығы және де осы баласының қасына ортаға қосып алып, оны алдап соғқаны көрініп тұр. Ал үшінші суреттерде бұл Баймағамбет сұлтанға Махамбеттің басын сыйға тартқанын көрсетіліп тұр. Ал 6-шы суретте әкесінің баласына деген зар айтылып тұр. Ал 7-ші және 8-ші суретте әке үкімі туралы дала заңы және баба заңына қарсы шықпау. Жақсы, тамаша, өте жақсы. Жақсы отырамыз. Келесі, екінші. Бұл әке үкімі, яғни бұл жерде бірінші әкесі отырады және отырғаннан кейін баласы 2 ай жолға шығады. 2 айдан кейін ол қайтып келеді. Содан кейін Махамбетті ұстап алады да, оның басын шауып Баймағамбет сұлтанға сыйға тартады. Және соңғы 2 суретте әкесінің баласını осы Махамбетті өлтірген үшін ата заңына яғни дала заңына қарсы шыққан үшін барып өзін садақпен атып өлтіргені көрініп тұр. Жақсы, тамаша. Енді бұнан қою керек, жақсы отыра береміз. Балалар, міне 2 кросс-сенс әдісі бойынша біз бүткіл жаңағы шығарманы не істедік? Ретімен орналастырып шықтық.
birinchi бұл жерде біріншісінде не болады екен? Кәне, осы реттілікті сақтаған мен әке тобыма деймін. Себебі ең бірінші әке тобында не істеліп тұр балалар ретімен келгенде? Бірінші әке отырады, әкеге кім кіріп келеді? Баласы кіріп келеді, одан кейін Махамбет туралы айтылады. Үшінші, жаңа Махамбетті ортаға алып басын кесуі. Төртінші, жаңағы сол жерден сол ұрыс, жаңа Махамбеттің басын алуы. Төртінші, жаңа өздерің айтқандай дала заңына қарсы шығып, заңға қарсы шыққан кім өзінің баласын әкенің құрбан етуі. Жақсы. Міне балалар, біз сендер жаңа өздеріңді айтып шықтыңдар, дұрыс айтып шықтыңдар. Бұл осы кросс-сенс әдісінің бір тиімділігі осы екен. Жақсы балалар. Енді сендердің алдарында балалар кері байланыс. Бірінші әке тобы бала тобы әке тобына жаңағы автобус аялдамасы арқылы өз пікірлерін білдірсеңдер. Кәне кім білдіреді? Маржан, айта ғой. Біздің ойымызша әке тобы жаңа сабақты жақсы меңгергені көрініп тұр. Және де олар тақырыпты жақсы аша білді, және де топ мүшелері жақсы атсалысты. Жақсы. Екінші, әке тобы. Біз бала тобына тақырыпты жақсы аша білгені үшін, және де өте керемет түсіндіргені үшін автобус аялдамасын береміз. Жақсы. Бағасын беріңіздер. Келесі балалар. Балалар екінші тапсырма мынандай балалар. Бізде осы қарап отырсаңдар, дананың кілттері дейді, дананың кілттері. Негіз бұл стратегия өте тиімді, ауқымды. Оның 100-ден аса түрі бар. Соның ішінде мен 2-ақ түрін алып отырмын балалар. Өзімізге тиімді, сабағымызға тиімді оқу мақсатын аша алады деген үмітпен. Бұл да бала тобына берілетін тапсырма. Керісінше кілті, сөйлемде істей алмаймын, ешқашан және істемеймін сөздерін пайдалана отырып сөйлем құру керек. Мен баланың орнында болсам деген тақырыпта. Бала тобына. Керісінше кілті. Келесі екінші топ. Әке тобына егер де кілті бойынша, егер де деп басталып, сұраққа өз ойларын білдіреді. Егер де әкенің орнында сіз болсаңыз, сендер болсаңдар, қайтер едіңдер дегенде, жақсылап тұрып өз ойларыңмен пікірлеріңді жазып білдірсеңдер балалар. Балалар, бұл стратегияның дискрипторы ұсынылған шарттарды пайдаланасыңдар, өз ойларыңды білдіресіңдер, себептерін айтасыңдар, және бір-бірлеріңе кері байланыс бересіңдер, екі жұлдыз бір тілек ретінде. Жақсы бітсеңдер, өздерің білесіңдер, Жақсы, әке тобы аяқтап шықты. Олай болса, әке тобы өздерің ойларын білдіріп, оқи қойыңдар. Егер де мен әкенің орнында болсам, неге шық? Егер де мен әкенің орнында болсам, кінәні өзімен іздер едім. Себебі бұл поэмада
оның кішкентай кезінде Махамбетті жек көретін туралы айтады. Сол үшін мен кінәні өзімнен іздейтін едім. Жақсы, әкеден іздейтін аға. Жақсы, қалғандар ойлары. Егер де мен әкемнің орнында болсам, баланы жазаға тартар едім. Яғни мен ол баланың кішкентай кезінен Махамбетті жек көрем деп айтқандықтан, баланың ойында сол болған болатын. Сол себепті бала дұрыс түсінбей Махамбетті. Жақсы, жарайды. Сендер екеуі біреу қайталап кетіңдер ғой деймін. Жігер, сен қалай білесің? Егер сен әкенің орнында болатын болсаң, қандай не істер едің? Иә? Қосылып отыршы. Бірінен. Иә. Балаңды не істейтін едің дейсің? Тәрбиелейтін едің жақсылап? Жақсы. Отыра ғой. Келесі. Бала тобы. Әке орнында болсаңдар не істер едіңдер, иә? Мен баланың орнында болсам, оның жасаған әрекетін ешқашан жасамайтын едім. Себебі өз елінің халқына айналған батырды әділетсіздіктің құрбаны болып, өлім жазасына кесуге ешқашан дәтім бармайтын еді. Сондықтан да бұл әрекетті істемеймін де, істей алмаймын да. Өте тамаша. Келесі. Тағы айтады, Білімжан? Яғни, мен баланың орнында болсам, бұл әрекетке бармас едім. Себебі бұның істегені өте қате нәрсе. Себебі Махамбет Сұлтан ол бүткіл халықтың батыры еді. Иә, жақсы, батыр еді. Жақсы. Олай болса, сендер өздеріңнің тапсырмаларды ойдарды орындап шықтау деген ойдан түсінікті ме балалар? Жақсы. Олай болса, бір-бірлеріңе 2 жұлдыз 1 тілек арқылы қалай ойлары толықты ма, ойларында кемшіл тұстары болды ма? Кәне, бірінші топ 2 жұлдыз 1 тілек. Сендер бірінші тілектен, екінші тілектен кімге бересіңдер? Кәне, Ернұр сөйлей ғой. Жылдан бірінші топтың несіне? Жаңа баға бермейсің, дұрыс айтты ма, келісесіңдер екінші топтың пікіріне, бала тобына. Біз әке тобы бала тобына өзбен ақылдаса келе дұрыс шешімге келді деп ойлаймыз. Сол үшін де 1 жұлдыз береміз. Екінші жұлдызды не үшін бересіңдер? Екінші жұлдызды не үшін бересіңдер, аға? Біз тобымызбен ақылдаса келе, екінші жұлдызды олар тақырыпты жақсы аша білген үшін және бізге түсінікті болған үшін береміз. Жақсы. Енді тілектерін қандай тілек білдірер едіңдер? Кәне, қандай тілек білдірер едіңдер? Тілектерді айтып өтіңдер. Біз тобымызбен әке тобы бала тобына осындай жұмыстарды көп атқарып, осындай қалпынан таймасын тілекті береді. Жақсы, тамаша. Отырамын. Ал бала тобы. Әке тобына қандай тілек? Жұлдыз. Тобымен ақылдаса келе, әке тобына 1 жұлдыз береміз. Себебі олар тақырыпты жақсы ашып, топпен бірге атсалысты. Жақсы, екінші жұлдызды. Екінші жұлдызды олар жұмысшы болған үшін және тақырыпты бізге жақсы түсіндірген үшін береміз. Жақсы. Ал тілекті қандай тілек айтар едіңдер? Қандай тілек айтар едіңдер? Тілектерім жоқ па? Біздің әке тобына арнайтын ұсынысымыз осы тақырыпты одан әрі тыңғылықты білулеріне тілектеспіз. Жақсы. Одан ары аша түсіп, одан ары тереңірек түсінсе екен деген ойда екен. Жақсы балалар. Олай болатынса келесі тапсырмамыз бізде әрқашан осындай сабақ кезінде 1-2 нәрседен кейін сергіту сәті болады. Олай болса біз ортаға кімді осы Махамбет өлеңін Шахановтың өлеңін жаттап жүрген Білімжанды ортаға шақырып бір жақсы поэзиялық мен сыйласақ деп отырсыз сендерге. Жақсы. Мұхтар Шахан, арман. Ертеде біздің іңкәр өлкеде иық бұрмай тек білімнен басқаға қатар өсті 2 бірдей жас бала. Қатар жүріп сан өнерге машықты, бірге оқыды, бірге ойнады асықты. Екеуіне назар бұрды елерек, өйткені олар дарын деді керемет. Таңдайымыз өріс тоймен татымақ деп қуана езу тартты атырап. Алдарындар медресені тауысты 12-ге жасы ілікпей жатып ақ. Сыбағасын тағдырдары бөлгендей
өсе берді, төске шауып төргерлей. Екеуіне қараған жыр түйсінді, отырардың болашағын көргендей. Жақсы, тамаша. Отырамыз. Бұл қысқаша ғана өзіміздің екі серігінші сәтіміз болатын. Ал олай болса, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Келесі үшқыр ой алаңы балалар. Үшқыр ой алаңы берілетін тапсырма мынандай болыпты. Дала заңы, баба заңы дегенді қалай түсінесіңдер? Жаңа балалар, сендер осындай бір сөздер кетті ортада, екі топтан да естіп қалдым. Баба заңы, дала заңы деп жатыр. Осы баба заңы, дала заңын өздерін қалай жете түсінер едіңдер? Және соны қалай маған түсіндіріп пікірлерін келсеңдер. Бірінші, төрт сөйлем тәсіл арқылы өз ойларын жазасыңдар. Пікір, өзіндік пікірлеріңді бір сөйлеммен айтып жазыңдар. Дәлел пікірлеріңді бір сөйлеммен дәлелдеңдер. Мысалы, пікірлеріңді өмірмен байланыстырып, қазір әрқашан әр шығарманы не істеуіміз керек? Өмірмен байланыстыра отыруымыз керек екен, өмірмен байланыстыра отырып, мысалы келтіресіңдер, төртінші қорытынды пікірлеріңмен қорытынды шығарыңдар. Мына постер беремін, соған өздеріңнің жаңа пікірлеріңді жазып кетіңдер. Жылдан болар.
Жақсы. Олай болғанымызда ұшқыр ояланы, дала заңы, баба заңы деген қалай түсіндік. Әке тобы өз ұсынысын білдіріп отыр. Бірінші пікір. Дала заңы, баба заңы түсінді біз былай түсінеміз. Бұрыннан келе жатқан заң, яғни ереже, және де дәлел дала заңдарына Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы және жеті жағы тағы да сол секілді дала заңдары жатады. Және де мысал бізде өмірден алынған мысал, яғни қазіргі әке үкімі өтіп жатқан тақырыбымыз, ол бізде мысалға жатады. Және де қорытынды. Біз қорытындылай келе қазіргі заманымызда әдет ережелері ретінде елде ас беру, жерлеу, шаңырақ көтеру тағы да сол секілді бізде қорытынды болды. Жақсы, қосардарың бар ма? Жоқ па? Жақсы, жарайды, отыра қой. Келесі, екінші топ, бала тобы. Кәне, сіздер қалай аштыңыздар ма дені? Дала заңы, баба заңы. Ежелден ұлы даланы мекен еткен ата-бабаларымыздың ұстанған, қабылданған заңдары. Салт, дәстүр, әдет-ғұрыптары ұрпақтан ұрпаққа таратылып, бүгінгі күнге дейін мирас болып қалған. Және содан бері бұл дала заңына айналған. Мысалы, қазір президенттердің жолдаулары арқасында елге көп ықпалы тигізіп, елдегі көтеріліс, алауыздық, әділетсіздікті жояды. Қорытындылай келе дала заңы, баба заңы ешқашан ескірмеген
және оған ешқандай қарсылық жоқ. Тағы елдегі қазіргі опасыздардың сатқындығы осының арқасында жойылды. Жақсы, тыңдап отырсыңдар ма? Тыңдадыңдар ма? Жақсы, отыра ғой, Ахмадан. Жақсы. Балалар, олай болатын болса, міне, біз бүгін әке үкімі сабағын аяқтадық, түсінді. Ондағы заңдардың, онда әкенің іс-әрекеті, баланың іс-әрекеті бәрін түсінсек, енді бізде мынада кері байланыс беріп өтсек, мендегі ұстаным, шығарманың құндылығы қандай болды? Қорытынды, өз ойларыңды стикерге түсіріп, ол мына жерде жазып тұр 3 қағаз. Мен мынандай қорытындыға келдім. Шығарманы оқығаннан кейін менде қалыптасқан ұстаным мынандай болды. Шығарманың құндылығы осылай баға беремін деп, неге жаңағы өздерінің жазған стикерлерді, жаңағы кері байланыстарын мынаны жақсырып кетіңдер, сылтамдатыңдар, жазсаңдар. Келесі. Оқыңдар ма? Біткендерін жақсыра беріңдер, жылдам өз ойларыңды. Пікірлерін. Жоқ, оның клей бар еді, ислам өзінде клей бар ма? Olma, öz oylarında birini жақсы сандыра қойдым. Жақсы. Олай болса балалар, мен қазір бұл жаңағы кері байланыстың өзім оқимын. Өзім оқып аламын. Балалар, бүгінгі өтетін жаңа тақырыпқа берілген үйге беретін тапсырма мынандай. Поэманы үзінді жаттау. Поэма өте әдемі жазылған, көркем жазылған, тілге жеңіл жаттауға. Өздерің ұнаған жақсы жерлерінен жаттап алыңдар. Жақсы балалар, олай болса сабақ аяқталды, сау болыңдар.